Сәлем достар, қазір сіздерге ең күшті, қызықты жаңа Pinduoduo платформасын көрсеткім келеді. Бұл китайский маркетплейс 2015 жылдың қыркүйек айында пайда болып, қазір интернет-гигант Alibaba группасының Taobao платформасынан мықты конкурент болып тұр. Taobao 200 миллионнан астам магазин жиналған үлкен маркетплейс, бірақ Pinduoduo одан да үлкен мықты болып тұр. Фишкасы неде? Бұл приложениеде толықтай Taobaoға ұқсас, және бағалар да бір көргенде ұқсас болып келеді. Егер товардың ішіне кірсеңіздер, бұл жерде арзан бағаны көресіздер. Неге десеңіз, себебі бұл Pinduoduo бірігіп сатып алуға арналған платформа. Пин деген ол бірігу, доро деген көп немесе одан да көп деген мағынаны білдіреді. Бұл бизнес идеясы көптеген адамдарды жинап, сатушыдан ең күшті бағамен зат сатып алу. Керемет, иә? Қараңыз, мысалы, сатушы айтады, егер мына товардан 10 адам жиналса, отправка жасаймын дейді. Сіз бұл товарды корзинаға салып, сатып алып, 9 адамды күтесіз. 10 адам жиналғаннан кейін сатушы отправка жасайды. Сонда товардың бағасы 2, 3, 4, 5 есе арзан болады. Қараңыздар, бұл товар өз бағасы 25 юань, ал сіздер көп жиналып сатып алсаңыздар, 11 юаньға сатып аласыздар. Pinduoduo'да бүкіл сатып аласыздар. Инеден бастап техникаға дейін, мебельге дейін заттар сатылады. Бұл жерде Taobao қарағанда бренд киімдер ашықтан ашық сатылады. Живой фото көре аласыздар бұл жерде. Мысалы, мынау домашний тапочканың міне 9 мыңнан астам живой фотолары бар. Мына жерден қарап, егер ұнаса, сатып ала аласыздар. Адамдардың шынайы өз үстеріне киіп түсіреді. Pinduoduo'ға тіркелу өте оңай. Ол WeChat арқылы немесе өздеріңіздің номерлеріңізбен тіркеле аласыздар. Оплата өздеріңіздің Қазақстанның карточкасымен төлей аласыздар. Ол Каспий, Народный немесе тағы да басқа карточкалармен. Ешқандай паспорттың керегі жоқ, блокқа түсем деген қорқыныш жоқ болады. Pinduoduo сайты жоқ, ол тек қана приложение ретінде жүреді. Себебі ол телефоннан интернетқа кіретін адамдарға арналған. Егер үйренем десеңіздер, менің директіме жазыңыздар, немесе профильде ссылка бар, WhatsApp-қа өтетін, сол жерден өтіп, WhatsApp-ма жазыңыздар.